молда болғым келіп кетеді осы. Кәдімгідей молда болып алсаң рахат та, рахат. Молда болып отырсақ анда-санда халықтың басын қатыратын тақырыпты айтып, ашамайды айтып, төрт тақал алып, елбасы жасасын деп, әкімдерге жағып, сол биліктің тендерлерін ұтып алатын рекеттік, бандиттік, қарақшылық аталмыш бизнесмендердің сыйға тартқан джиптері мініп, хаммерлері мініп, талтаң-талтаң етіп, сол талтаңбайлармен бірге жер тиіп, өзге қазақ кредитін қайтара алмай, жылап еңіреп, аш жалаңаш жүргенде, жастар жоқшылықтан, кедейшіліктен, болашақтан түңілуден өз-өзіне қол жұмсап өліп жүргенде, молдекеңдердің, имамдардың жағдайы жақсы да, қажылыққа 100 рет барады, өлді деген 10 рет барады, өлді, кеше имам болды деген 10 рет барады. Жаңа секта басып отырған тіпті жақсы, ол секталардың көбі бай болады, билік қаржыландырады, немесе өздерінің анау сектасын қаржыландырып отыратындар қаржыландырады. Қысқасы, елдің баласы ракета жасап, Марсқа ұшып, ғалым боламыз деп жанталасып жүреді. Біздің балалар сол мешітке жиналып алып, сол майлы шелпек жеп, жеті шелпек пісіріп, жаңағы айтса андай болады, бүйтсе мындай болады деп отырса жақсы да. Жуырдан бері бір молдекеңдердің видеосы қатты тарап жатыр. Арнай түсіргені белгілі. Америкаға келіп тымыш. Америкада да танк сияқты джиптерді мініп алған. Қазақстанда тоғырақ шер киген, ісінген, сақалдары беліне түскен, өңдері суық, бір қанышер бандит сияқты аталмыш намазхандар бастарында тақиясы бар. Мінгендер өңкей, бір танк сияқты хаммерлер, джиптер, жаңағы молдекеңді деген тура бір жаңағы әншілердің фанаттары қарсы алғандай күтіп алып, әлгіні бір киіз үйге кіргізтіп, уағызын тыңдайды екен да, машалла деп, бастарын бүйтіп сарт құсап, бастарын шайқап отыр. Бас шайқау деген қазақта сарттан келді. Таңырқаса бүйтіп бас шайқайтын сарттан келді, сартқа үндістен келді. Қазақ бір нәрсені құптаса басын изейді, терістесе шайқайды. Ал мына бірдеңені құптап отырып басын шайқау, ол бізге сарттан келді. Енді молдекеңдерді айтады. Молдекеңдерге рахат. Ана діни сектант қыздарды рахмет енді. Сіз разы болсаңыз болды ғой, сіздің разылығыңыз арқылы жәннатқа кіреміз ғой, тоқал алсаңыз алыңыз деп, бір жылап алады, тоқал алғызып көніп отырады. Рахат. Басқа бұлайғы қатындар деген ол өлсе өле қалсын, тоқал алғызбайды, өлсе өле қалсын. Молдекеңдерде 4 тоқал бар. Мен ауылдың кедей, қарны тоймай қатынынан ұрыс естіп жүрген молдаларын айтпаймын. Жоғарыда отырған Назарбаев Тоқаев режиміне қызмет қылатын, жоғарғы дәу мешіттердің молдекеңдерін айтамын да, олардың жағдайы жақсы. Соны көріп отырып кейде мен ойлап қалам да, мен молда болсам ше, арабшаны кеңірдек келіп, тамақты күйдіріп тұрып жаттап алсақ кеп, одан кейін уағызды жіберсек кеп жаңағы, соны әйткенде алай болады, биткенде бұлай болады деп мысалы. Сөйтіп жаңағы керемет, шеше деген не, ана дегенде де тапқырлық ашып, өткенде бір секта бас мынандай жаңалық ашыпты, қатыныңның телефонын тексерме деген жаңалық ашыпты. Ой, сұмдық елдер деген басын шайқап, не деген ғылым, ай бас деген істейді ау шіркін деп. Сілекейлер ағып бітті да, сілекейлер ағып. Сол ойлаймын да осы. Қазаққа екі ғана нәрсе керек екен. Бірі молда болу керек екен, бірі әнші болу керек екен. Басында грамм үй болмай, сол аңырап ән айта берсек. Жаңағы бір биші болса, сол керек екен. Қазаққа басқа осы ғалым болғанның, математик, химик болғанның, басқа болғанның түк керегі жоқ сол. Бір тобын сол өңкей шайтан азынып кетеді, екінші бір тобы ана дүниедегі жәннаттан сап тәркі дүние болып олар жүреді, қалған қазақ жүреді, аш жалаңаш. Құдай басқа салды, біз көндік, тағдыр патшаға сенейік, патшаға қарсы тұрмайық, оттап ішіп отырған қалың қазақ. Жаңағы ана жақта ұрлық жүріп жатыр, қарақшылық жүріп жатыр, қыздарды зорлап жатыр, педофилдік болып жатыр, тұтас болған бұлыққа батқан, тұтас болған бұтшыт, оны айтпайды, талқыламайды, ана жақты талқылап кетеді да, рахат та, о жақтан ешкім келіп ұрыспайды ғой. Рахат. Мына суды қара. Мен молда болып кетсем қайтеді осы. Сіздер айтыңыздаршы өзі. Ауыстасаңыздаршы. Бір молда болып кетсем. Мен молда болсам жаңа тоқал болатын қыздар шыға ма? Қандай молда болайын? Қандай уағыз айтайын? Қазаққа, мұны айтын, қазақтар жақсы көріп, ұстаз деп, әгініп, табынып, елдер деген, Құдай сақтасын. Енді әгіні бар ғой, бір пайғамбар жасап қойған ғой. Жер сатылатын кезде солар мәудеді ма? Қазақтың жер сатылған. Қаңтарда қанды қырғында солар мәудеді ма? Қазақты қынадай қырып жатқан. Қазақтың жерін Қытайға берейік дегенде солар мәудеді ма? Аграрлық жер Қытай, орман егетте кетіп қалады десе үндеді ма? Жастарды нақақ соттап жатқанда, түктеп азаптап жатқанда, аузын тігіп тастағанда солар мәудеді ма? Жоқ. Ал Қытайдағы сол молдалардың енді дін бауырлары ғой.
жарты миллион қазақты концлагерге қамап, молдаларды соттағанда солар мәу деді ме? Жоқ. Енді соларға неменесіне табынасыңдар қазақ? Жоқ, қазақты табындыру үшін молда болу керек па? Онда дауысқа салайықшы, сіздер дауысқа салыңыздар. Болма деп жазыңыздар. Осының астына жазыңыздар. Егер басым көпсандыларыңыз молда бол десеңіздер, онда мен бір діни курс оқимын да. Бір жыл оқысам жетеді маған. Бала күнгі атамнан алған тәрбие бар. Молда болайын енді. Молда болғым келеді. Молдабай дейсіздер ме? Жаңа атымды ол кезде. Атымды азан шақырған атымды өзгертіп, Молдабай қояйын. Қалай қарайсыздар қазақтар? Аман сау болыңыздар.